Ұялы телефоныңызға 112-ден ескерту келгенде, оны кім және қалай жіберді деген сұрақ туындады ма? Ал неге хабарлама дәл сізге және сол аумақтағы мыңдаған адамға бір уақытта келеді? Мұның артында қандай жүйе тұр? Төтенше жағдай кезіндегі ескерту қалай тарайтынын тілшіміз анықтап көрді. Төтенше жағдай кезінде телефонға келетін ескерту хабарламасы кездейсоқ жіберілмей, қауіп анықталған аумақ белгіленгеннен кейін ақпарат байланыс операторлары арқылы таратылады. Оның бір тәсілі жаппай хабар тарату технологиясы. Бұл жүйе арқылы бір ғана ескерту хабарламасын сол аумақтағы мыңдаған мобильді құрылғыға бір мезетте жеткізуге болады. Яғни әр адамның жеке нөмірін білудің қажеті жоқ. Халықты құлақтандыру жүйесі жыл сайын жетілдіріп келеді. Биылғы жылдан бастап елімізде халықты жедел құлақтандырудың жаңа тетігі Масс-Алерт жүйесі кезең-кезегімен іске қосылды. Бұл технологияның қауіпті аймақта орналасқан азаматтардың ұялы телефондарына арнайы ескерту хабарламаларын бірнеше секунд ішінде жеткізуге мүмкіндік береді. Бірақ мұндай хабарлама кез келген уақытта келе бермейді. Ол нақты қауіп немесе төтенше жағдай қаупі болғанда ғана жіберіледі. Биыл 6 айда Жамбыл облысында 112 және 101 жерлеріне 287.963 қоңырау келіп түскен. Оның 253.256-сы 112-ге тиесілі. Ал қауіп туралы ақпарат тек телефонмен шектелмейді. Қажет болса сирена қосылып, дауыс орайтқыш арқылы хабар беріледі. Тұрғындарға телеарна, радио және әлеуметтік желілер арқылы да ескерту жасалады. 112-101 диспетчерлары қоңыраулар қабылдайды. Тәулік бойы келіп түскен қоңырауларды нақты өңдеп, қандай қауіп бар екенін, адамдардың өміріне қауіпті өрт оқиғасы немесе төтенше жағдай болып жатқанын анықтап, керек кезде полиция немесе медицина қызметкерлері жолданады. Ал 112-ге қоңырау түскенде диспетчер үшін секундтың өзі маңызды. Ол алдымен не болғанын, оқиғаның нақты орын және адамдарға төнген қауіпін анықтайды. Мәліметтер нақтыланған соң шақырту жедел жәрдемге, полиция немесе өрт сөндіру қызметіне бағытталады. Осылайша бір қоңырау бірнеше қызметтің жедел әрекетіне бастау береді. Назерке Бергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.